Ассаламу алейкум достар, каналға қош келдіңдер. Барлықтарыңызды жаңа жылдың басталуымен құттықтаймын. Осы жылда табыс табуды бастаған адамға табыс, және де махаббатын іздеп жүрген адамға махаббатын табуға, сонымен қатар денсаулық және де бақытты сәттеріңіз көп болсын деп тілеймін. Соңғы 2 апта бойы қайда жоғалып кеттің деген сұраққа жауап берейін. Бір сөзбен айтқанда депрессия. Мен осы 2 апта бойы еш нәрсе жасағым келмей, еш нәрсе түсіргім келмей, еш нәрсеге желание болмады, бір сөзбен айтқанда. Но бірақ та қазір өзімді қолыма алып, осы жылда Мұрат Абділданың Шағала әнмен бастайтын боламыз. Ешқашанда шағала болмаңдар. Ұмытып бара жатырмын, каналға жаңадан келген адамдар тіркеліп кетеміз, және де разбор ұнаса лайк басып, комментарий қалдырамыз. Қазір мен сіздерге ең алдымен әнді айтып беремін, тыңдап аламыз, сосын бастаймыз. Түсіме кірдің бүгін тағы да тыныштық берші, өтінем жаным, қоштастық па, мазалама, жүрегімді жаралама, қалмаған өзің менің қасымда, тек өзің едің менің барымда, ұмыттың бәрін оралмашы, тыныштық берші жаныма. Разборды бастайық. Бізге керек аккордтар AM, одан кейін DM, сосын G, сосын C аккорды, одан кейін F и E аккордтары. Білмейтін адамдар бұның аттарын Google'дан іздеп, қарап үйреніп аларсыздар. Так, мына жақта біздер 8-дік қағыс ойнаймыз. 8-діктің мынандай түрін ойнаймыз, бірақ та төмен, төмен, сосын 3 жоғары. Потом төмен, жоғары, төмен. Сосын жоғары қосуға болады тағы да, кстати. Жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен, жоғары. Өзі біледі, соңғы мына жоғарыны біреу қосады, немесе қоспайды. Так, бастайық. Түсіме кірдің бүгін тағы да тыныштық берші, өтінем жаным, қоштастық па, мазалама, жүрегімді жаралама. Мына жерде жүрегімді жаралама. Жүрегімді дегенде мен С аккордына 2 төменеймін, сосын Еге қалған ойнаймын. Жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен, жоғары. Жалғастырамыз. Қалмаған өзің менің қасымда, тек өзің едің менің барымда, ұмыттым бәрін оралмашы. Сосын мына жерде F-қа барамыз. Тыныштық берші жаныма. Бұл жерде де тыныштық берші жаныма. Мына жерде F-қа 2 рет төмен. Тыныштық берші, сосын қалғанын Еге ойнаймын. Жаныма. Тағы да 1 рет ойнаймын да. И қайырмасын бастаймыз. Алыстардан қол бұлғама, көз F жасынды енді бұлғама, болмаймын DM сенімен, қалмадым мен Е. Бұл жерде қараңыз, болмаймын сенімен деген DM-ға 2 төмен ойнаймыз да, сразу Еге ауысып кетеміз, жартысын, то есть 8-ді қағысты 2-ге бөлеміз. Болмаймын сенімен, қалмадым мен. 2 төмен, сосын қалғанын ойнаймыз. Сосын бұл енді F қарым сенің, бұл енді сенің таңдауың. Бұл жерде де солай. F-қа 2 төмен ойнаймыз да, қалғанын E аккордына ойнаймыз. Тағы көрсен, болмаймын сенімен, қалмадым менімен, бұл енді сенің таңдауың. И сосын жалғастырамыз, екінші рет айтамыз, и соңында кішкене өзгешелік болады. Басынан бастап дәл осылай. Алыстардан қол бұлғама, көз жасынды енді бұлғама, болмаймын сенімен, қалмадым менімен, бұл енді сенің таңдауың. То есть мына жерде F-қа 1 удар жасаймыз, бұл енді сенің, Еге 1 удар таңдауың.
иә, бұл әннің екінші шумағында дәл осылай бірінші шумақтағыдай ойнап шығамыз. Мен текстті Telegram каналға қазір саламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Достар, мінекей осындай кереметтей әнге разбор. Неге кереметтей? Мен өзім ғана тыңдадым кеше, маған қатты ұнады мына ән деген. Мен білген жоқ Мұрат Әбділданың осындай ән айтатын және де осындай ән шығаратын. Жалпы басында Мұрат ағаға бәрі күліп еді, оның ішінде мен де болдым. Бірақ та қазір мен ол кісіні сыйлай бастадым. Өте білімді, өте ақылды кісі. Ол кісіге шығармашылық табыстар тілеймін. Я, достар, әдеттегідей разбор ұнаса лайк басып, комментарийға бір нәрсе жазсаңыздар болады. Және келесі разборда көріскенше.